Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұмсақ әрі дәмді күлше нандар жасаймыз. Ол үшін 300 стакан су, 900 грамм ұн, 2 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық ашытқы және су, 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық сахар керек. Бетіне жұмыртқа сарысы, кефир, күнжіт, қара зере керек болады. Мен суға дрожжымызды салып, реакцияға кірісуін күтеміз. Жылы 3 стакан суды ыдысқа саламыз. Мендегі 1 стакан, ол 180-190 граммға тең. Одан кейін тұз, сахар, сұйық майды салып, қант, тұз ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Сумен бірге сүтті де қолдануға болады. Мен суға 1 ас қасық тұз салдым. Маған сол жеткілікті. Судың дәмін көріп, талғамыңызға қарай тұзын азайтып немесе көбейтуге болады. Содан кейін реакцияға кіріскен дрожжды саламыз. Тағы да кішкене араластырамыз. Онда аз-аздан салып, венчиктің көмегімен араластырамын. Мен бастапқыда қамыр өте қолға жабысқақ болғаны ұнамағаны үшін венчиктің көмегімен араластырамын. Сіз өзіңізге ыңғайлысын жасаңыз. Қамыр қоюланғанға дейін онда аз-аздан салып араластыруды жалғастырамыз. Онда аз-аздан салуымыздан мақсат қамыр түйіршіктелмей біркелкі араласу үшін және де жұмсақ қамыр пайда болу үшін осылай жасағанымыз дұрыс. Мен 3 стакан суға 900 грамм ұн қолдандым. Қолданған ұн пионер жоғары сорт ұны. Сіз де өз ұныңыздың тығыздығына қарай ұнды көп не аз сала аласыз. Қамыр қоюланған сәттен бастап қолмен араластыруды жалғастырамыз. Менде көріп тұрғаныңыздай жұмсақ, біркелкі қамыр пайда болды. Мен видеода көрсетуді ұмытыппын. Қамырдың бетіне сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа ашығанға дейін қоямыз. Нанымыздың бетіне жағу үшін жұмыртқа сарысын ажыратамыз және оған 2 ас қасық кефирімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа сарысы мен кефир нанға өте әдемі қызғыш түс береді. Екі сағат уақыт өтті, қамыр өте керемет болып ашыды. Нан жасауға кірісе берсек болады. Қамырымыз қолға жабыспау үшін май жағамыз. Өз талғамыңызға қарай 500 грамм немесе кішірек болу үшін 400-400 грамм көлемінде қамырды бөлшектерге бөлеміз. Бөлшекке бөлінген қамырлардың бетіне жұмсақ болып тұру үшін бетіне май жағамыз. Видеода көрсетілген тәсілді қолдансаңыз, сізде де осылай әдемі, дөңгелек, бөлшектелген қамыр пайда болады. Мен қамырды 3 үлкен және 1 кішкентай бөлікке бөліп алдым. Енді бөлінген қамырларды 5 минутқа тағы да кішкене көтерілу үшін қалдырамыз. 5 минут уақыт өтті, қамырымыз біраз көтерілді. Енді олардан әдемі дөңгелек пішін жасаймыз. Видеода көрсетілгенде қамырларды қолдың ұшымен шамалы үлкейтеміз. Пергамент қағазды төсеп, оған қамырымызды орналастырамыз және дөңгелек нанның формасын жасаймыз. Ортасы жұқа, шеттері шамалы қалыңдау болуы керек. Енді бетіне алдын ала дайындаған жұмыртқаны жағамыз. Ең негізгі жұмыстардың бірі саусақтың ұшымен
Нанымызға осылай әдемі форма береміз. Енді нанға әдемі ромашка гүлінің формасын береміз. Хош иісті болу үшін және сәндеу мақсатында бетіне күнжіт себеміз және қара зеремен сәндеп шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетуді жөн көрдім. Дәл осы тәсілмен жасасаңыз, сізде де әдемі, хош иісті, жұмсақ нан пайда болады. Мен нанды 10 минут 300 градус пеште беті әдемі қызарғанға дейін пісіріп алдым. Видеоның төменгі жағында бүкіл жасалу тәсілінің реттілігі және құрамын жазып қалдырамын, сол жерден де оқып көрсеңіздер болады. Мен көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ, әдемі, хош иісті нандар жасадым. Сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдімін. Сіздермен өз құпияммен бөліспекпін. Мен нандарды көріп тұрғандарыңыздай көп пісіріп аламын және оны морозильникке саламын. Керек кезде шығарып микроволновкамен жылытамын. Сол кезде күлшеміз жаңа піскенде жұмсақ болады. Осымен біздің күлшелеріміз дайын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып пікір қалдырыңыз. Достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыз. Сіздермен болған Диза шеф. Бізде бәрі дәмді.